Мынау кейбір ғұламалар былай деп салауат айтсаң болады дейді. Аллахым, мен пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға салауат айттым, сен өзің салауат айтқандай, және де сенің періштелерің салауат айтқандай, мен де дәл солайынан салауат айттым деуге болады дейді ғұламалар. Басқа ғұламалар айтады: Аллахым, Мұхаммадқа салауат қыла көр дейді. Мұхаммадқа салауат болсын дейді. Және де үмми болған елшіңе салауат болсын дейді. Және де оның отбасына салауат болсын дейді. Осындай бір салауаттың түрлері бар. Ең қысқа салауат ол не екен? Саллаллаху алейхи уассалям деген. Оның орташасы Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад деген. Енді бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға келіп сұрақ қояды: Я Расулаллах, біз қалай саған салауат айтамыз дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан екен: Аллахумма салли аля Мухаммадин кама саллайта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад кама баракта аля Ибрахим ва аля али Ибрахим иннака хамидун маджид. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің тікелей шыққан, аузынан шыққан салауаты. Сол себептен де біз намазда осы салауатты қолданамыз. Нұрсұлтан ұстаздың уағызын тыңдадыңыздар ма? Неге біз осы намазда неге салауатты айтамыз, неге Ибрахим алейхиссаламды қосамыз дегенді тыңдадыңыздар ма? Машалла. Онда оны айтпай ақ қояйын.